Бәріңе қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге фигураның үшінші түрі, двухсторонний фигуры, екі жаққа да бағытталатын фигуралардың түрі. Осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Ал ағайын, двухсторонний фигуры деген мысалға восходящий треугольник деген жоғары қарай ұмтылып бара жатқан үш бұрышта импульс бар. Импульстан кейін сопротивление, уровень сопротивлениесі белгілі болды. Мына жерде уровень поддержки мынаны қысып жатыр да, уровень сопротивлениені қысып болған соң түбіне жеткеннен кейін импульс болды жоғары қарай. Бұл бізде уже восходящий треугольник болып есептелінеді. Сол үшін осы фигураны жаттап аламыз, есте сақтап алыңыздар. Нисходящий треугольник деген тоже мынандай, бұл уже бізде тренд емес, импульстің разворот алуы да бізде. Мына жерде уровень сопротивления пайда болды. Мына жерде бізде кішігірім үшбұрыш болды. Үшбұрыштың ішінде график қысылып кеп, соңғы жағында импульс жасатты жоғары қарай. Осы фигураны есте сақтаймыз ағайын. Бұлар өте маңызды фигуралар. Асимметричный треугольник деген бұл бізде импульс болды. Импульс болғаннан кейін уровень сопротивлениесі де, уровень поддержки де ортаға қысылып жатыр да, қысылып кеп бір жоғарыға импульс жасатты, потом төмен қарай құлап кетті. Бұл ешқандай да алдыңғы фигураларға ешқандай қатысы жоқ ағайын, естеріңізде болсын. Бұл фигуры продолжение тренда дегенге түк қатысы жоқ. Алдыңғы сабағымда көріп, бұл фигураларды есте сақтап алыңыздар. Бұлар өте керек фигуралар. Паттернның жартысы осыдан құрайды. Сол үшін ағайын, осы видеоны бастан аяқ жаңағыдай соңынан мұқият тыңдаймыз. Келесі сабақ болмайды ағайын, уже осы соңғы сабақ болу керек, құдай қаласа. Келесі видеода мен сіздерді уже торговляға үйрететін болам. Осы знания, паттерн, фигураларды көріп отырып торговля жасайтын боламыз, сауда-саттық жасайтын боламыз. Сол үшін осы каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін көріскенше.